Облыста 3300 көп балалы және 11.500 әлеуметтік жағдайы төмен отбасы пәтер кезегінде тұр. Орал қаласында 61 көп қабатты үй апатты жағдайда. Алдағы 5 жылда партия әлеуметтік тұрғын үй салуға және инфрақұрылымды дамытуға ықпал ететін болады. Ол үшін біз алдымызға мынадай міндеттер қойдық. 3.200.000 шаршы метр тұрғын үй салуға, апатты және тозығы жеткен үйлерді мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асыруға және 118 үйге күрделі жөндеу жүргізуге. Осы аталған шара 20.000-ға жуық отбасын баспанамен қамтамасыз етуге ықпал етеді. 5 жылда 302 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Қазіргі күннің өзінде 402 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Көппәтерлі және жеке тұрғын үй құрылысында 600 км инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жоспарына сәйкес бүгінгі күні 3 нысан құрылысы аяқталды. Жылдың соңына дейін 7 нысанды іске қосу жоспарланған. Апатты және тозығы жеткен үйлерді бұзу жұмыстары бойынша мемлекеттік жекешелік әріптестік қағидатын іске асыру аясында 13 үй салынып пайдалануға берілді. Орал қаласында 4 апатты үй бұзылып, 9 үйдің құрылысы жүргізілуде. Өзіңіз көріп отырғандай, бұның барлығы да нақты істің дәлелі.